Қызылорда қаласы Сужиков атындағы 6-шы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сариева Лейла Төребекқызы. Саламатсыздар ма балалар? 4-ші сыныптың математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы миллиондар класы сандарды дөңгелектеу. Сабағымыздың мақсаты миллион көлеміндегі сандармен танысасыңдар, көп таңбалы сандарды оқуды, жазуды, салыстыруды үйренесіңдер. Есіңе сақта, миллион бұл мыңдардың мыңы. Миллион 6 нөлі бар, бірлікпен жазылатын сан. Миллион келесі кластың, яғни миллиондар класының жаңа есептеу бірлігі. Есімізге сақтаймыз, сандардағы әрбір разрядтағы барлық қанша бірлік барын анықтау үшін алдындағы разрядтардың бірліктерін ажыратып алуымыз керек. Мысалы, 123.456 санында қанша барлығы бірлік барын анықтап көрейік. 123.456 бірлік, 12.345 ондық, 1234 жүздік, 123 мың бірлік, 12 мың ондық, 1 мың жүздік бар екен. Енді 905.262 санында барлығы қанша жүздік барын анықтайық. Яғни 9.052 жүздік. Оны біз қызыл 2 санын көріп тұрмыз ғой, сол арқылы анықтай аламыз. Есімізге сақтайық. Дөңгеленетін разряд цифрын астын сызамыз біз сандар дөңгелектегенде. Одан кейін тұрған цифрлар нөлге ауыстырамыз. Егер де нөлге ауыстырылатын цифр 0, 1, 2, 3, 4 болса, онда цифр өзгеріссіз қалады. Ал егер де нөлге ауыстырылатын цифр 5, 6, 7, 8, 9 сандары болатын болса, онда цифр 1-ге арттырамыз. Енді қане көрейік. 57.361 санын дөңгелектеп көрейік. Бұл жерде дөңгеленетін сан, яғни бірлік мың цифры, яғни болсам 7 санын астын біз сызамыз. Нөлге ауыстырылатын сан, ол 3, 6, 1 сандарын біз нөлге ауыстырамыз. Егер де нөлге ауыстыратын санның бірінші 3 болып тұр ғой, 3 болатын болса, ендеше сол сан өзгеріссіз қалады да, 3, 6, 1 сандарын нөлге ауыстырамыз. Сонда 57.361 санын дөңгелектеген кезімізде 57 мың болады. 57.861 санын дөңгелектеп көрейік. Дөңгеленетін разрядтың бірлік мың цифры ол 7. 7 санын біз астын сызамыз. Ал дөңгелекке сандарға ауыстыратын болсақ, ол 8, 6, 1. Бірінші саны 8 болғандықтан 7 бірлік мың цифрын 1-ге арттырамыз. Сонда 58 болады. 58, 8, 6, 1 сандарын біз нөлмен ауыстырамыз. Сонда 58 мың болады. Дөңгелектеген кезде біз балалар ирек сызықпен белгілеп таңбалаймыз. Тапсырмаға көшейік балалар. Бірінші тапсырма. Жүздік мыңға дейін қалай дөңгелектеу керек? 1.351.427 санын дөңгелектеп көрейік. Яғни бұл жерде жүздік мың, бұл жерде 3 цифры. 3 цифрының астын біз сызамыз. Енді 5, 1, 4, 2, 7 сандарын нөлмен ауыстырамыз. Өйткені нөлге ауыстыратын санның бірінші цифры 5 болғандықтан жүздік мыңды 1-ге арттырамыз. Сонда 1.400.000. Келесі цифрды дөңгелектеп көрейік санды.
748.121 санын дөңгелектейік. Бұл жерде жүздік мың, 7 цифрінің астын біз сызамыз. Нөлге ауыстыратын сан 4, 8, 1, 2, 1 болғандықтан, яғни ол санның бірінші 4 болғандықтан, 4 саны, яғни өзгеріссіз қалады, 7 саны. Сонда 748.121 санын дөңгелектеген кезде 700.000 болады. Келесі, екінші тапсырманы орындайық. Миллиондар класының 9 бірлігі, мыңдар класының 18 бірлігі және бірліктер класының 281 бірлігінен тұратын санды жазыңдар. Ондық мыңға дейін дөңгелектеңдер. Екінші тапсырма. Мыңдар класының 912 бірлігі және бірліктер класының 9 бірлігінен тұратын сан жазыңыз. Жүздік мыңға дейін дөңгелектейміз. Қазір сендерге осы тапсырманы орындауға уақыт беремін. Енді балалар, жауабымызды тексеріп көрейік. 9.018.281 санын және 912.009 санын дөңгелектегенімізде біз тақтаға қарап жауабымызды тексеріп көрейік. 9.020.000. 912.009 санын дөңгелектеген кезде 900.000 шықты. Сендердің де жауаптарым осылай деп ойлаймын. Келесі тапсырмады балалар. Әртүрлі 6 цифр ойлаңыз. Әртүрлі 6 цифр ойлаймыз. 6 таңбалы сан құрастырамыз. 10-дық мыңға деген дөңгелектеңдер. Кәне тапсырманы орындайық. Енді тапсырмамызды жауабын тексеріп көрейік. 568.437 санын дөңгелектеген кезімізде 570.000 саны шықты. Енді келесі өзіміз тұратын қала мен ауыл халқының саны анықтап көрейік. Қала халқының саны 100.000-дықтарға дейін дөңгелектеңіз. Ауыл тұрғындарын 1.000-дықтарға дейін дөңгелектеңіз. Яғни тапсырманы бірге орындаймыз. Жауабымызды тексеріп көрейік. 1.136.008 санын жаздық. Енді оны қалай дөңгелектедік? Ирек сызық арқылы таңбалаймыз дедік. Сонда 1.100.000 шықты. Сендердің де балалар жауаптарым осылай деп ойлаймын. Бүгін біз балалар сабақта миллионға дейін сандарды оқуды, жазуды, салыстыруды, санды берген разрядқа дейін дөңгелектеу ережесін қолдануды үйрендік. Енді біз сабағымызда кімге қалай ұнады бас бармақ әдісі арқылы бағалаймыз өзімізді. Бүгінгі сабақта балалар біз миллионға дейінгі сандарды оқуды, жазуды, салыстыруды, санды берілген разрядқа дейін дөңгелектеу ережесін қолдануды үйрендік. Енді біз бүгін сабағымызды кім қалай түсінді? Яғни өзімізді бағалайық, бас бармақ әдісі арқылы бағалаймыз. Барлықтарыңыз дұрыс орындады деп сенемін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.